Бүгін сейсенбі атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы сіздермен бірге болатын. Мен Айжан Ілиясқызы, армысыздар. 2025 жылы мұнайдың бағасы арзандап, 10 жылдан кейін өндіру көлемі күрт төмендей бастайды. Қор болса таусылуға жақын, ұзағы 40 жылға жетеді. Экономистер мен мұнай саласының сарапшылары осылай деп дабыл қақты. Биылғы жылдың өзінде біздің ел өндіру жоспарын орындай алмады. Депутаттар болса қара алтын есепсіз сыртқа кетіп жатқанына алаңдаулы. Мұнай қазаққа тиесілі болғанымен пайдасын шетелдіктер көріп жатыр. Қаламқас Нысанбай сәлден соң тарқатып айтады, жалпы бұл саланы қолға алу керектігін мемлекет басшысы бірнеше рет айтқан еді. Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында қазір ең басты міндет еліміздің мықты өнеркәсіптік негізін қалыптастыру және экономикамыз өзімізді толық қамтамасыз ете алатын жағдайға жету. Сондықтан өңдеу саласын жедел дамытуға баса мән беруіміз қажет деп. Біз ел тағдыры үшін айрықша мәні бар бірқатар жобаны жүзеге асыруымыз керек. Экономиканы әртараптандыру бұрынғыдан да маңызды міндетке айналды деді. Барлық жоспарды орындауға 3 жыл уақыт берді. Осы күні не істелді? Қазақстанның экономикасын әртараптандыру жоспары қалай жүзеге асырылып жатыр? Республикалық бюджетке түсетін салықтың 40-50% мұнай-газ саласына тиесілі екенін ескерсек, алдағы уақытта ел экономикасы құлдырап кетпей ме? Осы уақытқа дейін қазба байлығымызға сеніп келген біздің мұнайсыз күніміз қандай болады? Бүгін осы сұрақтарға жауап алуға тырысамыз. Қымбатты көрермендер, тақырыптың талқылануына әдеттегідей сіздер де атсалысасыздар. Ол үшін экранда берілген QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің Telegram каналымызға өтуге болады. Ол жерде күн сауалы берілген. Бүгінгі сұрақ: Қазақстан алдағы 10 жылда мұнайға тәуелділікті төмендете ала ма? Иә, дұрыс саясат жүргізсе, жоқ, шикізатқа тәуелділік басым болып қалады. Үшінші нұсқа: төмендетеді, бірақ ішінара. Егер бұл пікірлермен келіспесеңіздер, онда өз ойыңызды білдіруге мүмкіндік бар. Байланыс нөміріміз 800-900-90-40 хабарласып, ұсыныс білдіріп, сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Ендеше белсенділік танытып атсалыса отырыңыздар. Ал мен қазір студиямызға келген және скайп байланысқа шығатын мамандармен сұхбаттасып, күн сауалына өзекті сұрақтарға жауап алуға тырысамын. Сәлеметсіздер ме? Арнамызға қош келдіңіздер. Біздің студиямызда бүгін қонақтарымыз және скайп байланыста тұрған мамандарымыз. Таныс болыңыздар. Арман Евнеев, жобалық менеджерлер одағының вице-президенті, ауыл шаруашылық саласының сарапшысы. Және Қажгелді Шамбыл, экономист. Скайп байланыста Қуат Домбай, саясаттанушы, Орталық Азия елдері мәселелерін зерттеу орталығының басшысы. Қуат мырза, сәлеметсіз бе? Асылбек Жакиев, мұнай-газ саласының сарапшысы, Атырау қаласынан бізге байланысқа шығып тұр. Сәлеметсіз бе, Асылбек мырза? Сәлеметсіз. Және Нұрлан Жұмағұлов, Energy Monitor қоғамдық қорының директоры, мұнай-газ секторының сарапшысы. Ол кісі сәлден соң байланысқа қосылатын сияқты. Оған деген сұхбатымызды бастасақ, енді бүгінгі тақырыбымыз негізінен мұнай қорына байланысты болғандықтан және экономиканы әртараптандыру қаншалықты жоспарлы түрде жүзеге асырып жатыр ма, жоқ па деген сұраққа жауап алатын болғандықтан, бірінші мұнай саласы мамандарына сөз берсек. Ең алдымен мына графикаға назар аударайық. Қазіргі кезде елімізде мұнай өндіру көлемі қандай деңгейде? Жылына қанша миллион тонна өндіріп жатырмыз? Мәселен, 2014 жылдан бастап қарайтын болсақ, Ұлттық статистика бюросы келтірген мәліметтерге сүйене айтатын болсақ, 73,7 миллион тонна өндіріс 2014 жылы, қазіргі кезде біртіндеп өсе келе 2019 жылы 90,6 миллион тоннаға жеткен және 2020-2021-2022 жылдары төмендеп кеткенін аңғаруға болады. 23 жылы 89,9 миллион тоннаға өссе, 2024 жылдың осы 11 айында 87,8 миллион тонна өндірілген. Өздеріңіз білесіздер, жақында министр жалпы өндіріс көлемін шығару бойынша жоспарды орындай алмай жатқанын айтқан еді. Осыған байланысты сұрайын дегенім, Асылбек мырза, жалпы біздің елімізде осы мұнай саласына қатысты экономиканы әртараптандыру бойынша, мұнайдан тәуелділікті азайту бойынша жылдар бойы мәселе көтеріліп айтылып келеді.
Бірақ өкінішке орай әлде бір нақты нәтиже көре алмай келе жатырмыз. Мұнай қоры алдағы 40 жылға ғана жетеді деген ақпарат қандай негізде жасалған? Бірінші соны анықтап алайықшы. Сәлеметсіз. Да, бір маман жатыр. Қазақстанның мұнай қоры бір 40 жылға, 50 жылға дейін жетеді. Содан кейін қиын жағдай болады, Қазақстанның мұнайының болмайды деген. Енді біріншіден, мысалы, қалай оны жетпеген 50 жылға қалады. Біріншіден, жердің қазіргі таңда қорының, мысалы, резервтер дейді ғой, резервтің 1 миллиардтап тонналар бар. Теңіз кен орны бар, Қашаған кен орны бар, Қарашығанақ кен орны бар. Сонымен қатар қазіргі таңда қанша, мысалы, жылына Қазақстан мұнайды өндіреді, қанша миллион тонна жылына экспортталады. Сонымен плюс-минус анықтап зерттеліп, осындай жылдың, мысалы, 40 жыл сондай есеп беріп жатыр. Әрине, менің ойымша, ол енді басымдылық емес, мысалы, 40 жылға жетемі, 50 жылға жетемі. Қазір басымдылық келесі 10 жылда мынау жалпы әлемдегі қандай трендтер болады. Енді қазіргі мәлім, мысалы, Батыс Европа, Америка Құрама Штаттары бір стратегиясы осы энергетика транзитке көшу. Ол не деген? Бірінші декарбонизация. Қазақстанда мен мысалы қарап жатырмын, оның келесі 20 жылдың ішінде, мысалы, Батыс Европа бүкіл 80% бүкіл Европаның көлік паркі электромобиль болады. Ол не деген? Ол біріншіден, әрине, енді қазіргі таңда Қазақстанға Европа ең үлкен ірі нарық болып табылады. Сонда қалай болашақ болады? Енді менің ойымша, әрине, қазіргі таңда мысалы айтып жатырмыз, ол кен орындар, ол бұрынғы кеңес үкіметін зерттеген геологтармен, мамандарымен кен орындар ашылған. Ал енді қазіргі таңда Қазақстанның енді 30 жылдың ішінде өкінішке орай ешқандай ірі кен орны табылмаған жоқ. Сондықтан не деген сөз? Біріншіден, менің ойымша, келесі 40 жылдың ішінде Қазақстан диверсификация жасау керек. Енді Қазақстанда мұнай химияда тағы да басқа секторларды дамытып жатыр ғой, бірақ та болашақта оны қарамау керек сияқты, менің ойымша. Қазір басымдылық осы, мысалы, 10 жыл, 20 жыл ішінде Қазақстан диверсификацияны ары қарай арттыру керек деп сенемін. Енді қараңыздар, жаңа ғана мұнай өндірісі бойынша жалпы динамиканы көрсеттім, ол жерде 2024 жылы 87,8 миллион тонна мұнай өндірілгенін көруге болады. Егер осы қор азая беретін болса, онда мұнай өндірісі қаншаға дейін төмендеуі мүмкін? Жылына қанша біз енді өндіретін боламыз, Нұрлан мырза? Сәлеметсіз бе? Негізі 2030 жылға дейін біз шамамен 100 миллион тонна мұнайдан көбірек өндіреміз. Өйткені бізде қазір теңіз жобасы бар, Қашаған жобасы бар. Олар қосымша мұнайын береді. Мысалы, келесі жылдан бастап теңіз кен орны жылына қосымша 12 миллион тоннаға дейін мұнай өндіретін болады. Түбі қазіргі таңда 27-28 миллион тонна өндірсе, 40 миллион тоннаға дейін жетеді. Бірақ енді ол 100 миллион тонна дегеніміз ол алдағы 10 жылда. Ал кейін мұнай өндірісі төмендей бастайды. Жалпы енді қазіргі таңда егер осы деңгейде алатын болсақ 90 миллион тонн. 40-45 жылға осы қарқынмен мұнай дамуға өндіруге жеткілікті. Ал ары қарай енді геологиялық жұмыстарға байланысты. Егерде үлкен мұнай кен орындарын тауып жатса, мұнай әлі де қарай 45 жыл емес, ары қарай да жету мүмкін. Ондай бізде негізі мүмкіндік бар ма? Жалпы бізде жаңа бір кен орындар табылуы мүмкін бе, мұнайдың қоры? Міндетті түрде табылады. Қазіргі таңда мысалы Атырау облысында қарайтын болсаңыз, Қазмұнайгаз Ресейдің Татнефть компаниясымен 5,5 мың метр тереңдікте бұрғылау жұмыстарын бастады. Және де Эмбімұнайгаздың өзі Тайсойған кен орнында, мұнай кен орнында бұрғылау жұмыстарын бастауда. Сонымен қатар Қызылорда облысында 5,5 мың метр тереңдікте қазіргі таңда бұрғылау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізі бізде жобалар өте көп.
бірақ енді кезінде өте күрделі жобалар ғой. Оңай мұнай бітті. Негізі потенциал мұнай бар, бірақ ол төменде орналасқанда тұздың астында 3,5 мың метрден төмен. Бірақ бұрында мысалы инвесторларға ол тиімсіз болатын. Енді тиімді болу үшін жаңартылған келісім шарт модель, контракт моделін ұсынған болатын мемлекет. Бұл салықтан преференциялар береді инвесторларға. Және де мысалы ішкі нарыққа тапсыратын мұнайды шектейді. Мысалы қазір таңда мұнай-газ компаниялары өзін тауып атқан мұнайын кем дегенде 50%-ын тапсырып отыр ғой мұнай өңдеу зауыттарына. Ал енді күрделі жұмыстармен айналысатын компанияларға небәрі тек қана 25%-мен шектеледі. Ал егер мысалы теңізде, Каспий теңізінде мұнай тауып жатса, онда ішкі нарыққа мұнайды сатудан босатылады және экспорттық баж салығынан босатылады. Енді осындай мүмкіндіктер жаңа инвесторларды тарту, Қазақстан экономикасына мұнайын дамытуға тартып отыр. Десе де бұл экономикамыздың әрі қарай енді мұнайға тәуелділі болып қалмай, әртараптандыруды жетілдірмеу керек дегенді білдірмейтін шығар, иә? Экономикалық тұрғыда бұл қаншалықты негізі мұнайдан бас тартып, басқа салаға, иә, мысалы ауыл шаруашылығы дейік, немесе инвестицияға көңіл бөлу, жасыл экономиканы дамыту деп жатырмыз. Осының барлығын негізге алған кезде бұл қаншалықты негізі мұнайдың орнын баса алады? Бұл жерде енді бірінші спикерлердің сөздеріне, тезистерін толық қосыламын. Баяғыдай мысалы Қазақстанда Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ секілді мұнай-газ кен орнын табу ықтималдығы өте төмен. Жоқ десе де болатын шығар. Осындай деңгейде оңай тез алынатын кен орындарды. Жаңа сосын бізде мұнай қоры бар, газ қоры бар деп айтылады, бірақ көп жағдайда жаңадан ашып жатқан мұнай-газ қорлары, кен орындары көлем бойынша Қашаған, Теңіз сияқты ол көлемде емес. Мысалы біз айта алмаймыз, мысалы бір кішкентай кен орынға бөліп, оған бөлек жаңа кәсіпорын ашамыз, екінші шағын кен орынға келіп, оған бөлек кәсіпорын ашамыз деп айта алмаймыз. Сондықтан да бұл 40-50 жылдың ішінен релевантты негізде мен ойымша бір одан да сәл төменірек болуы мүмкін, немесе осы 40-50 жылдың жобасы максимум мұнай-газ кен орнының рентабельдігі бойынша тиімді қоры. Ал енді диверсификация бойынша бір нәрсені түсіну қажет. Диверсификация әртараптандыру. Ол бүкіл саланы бірдей деңгейде дамыту дегенді білдірмейді. Көп жағдайда бізде айтылады, мына диверсификация дегенде туризмде де, қызмет көрсету саласында да, металлургия, фармацевтика, химия бәрін дамытайық деп. Өкінішке қарай диверсификацияның ең озық үлгілерін көрсеткен Америка, Қытай, Үндістан өзі бүкіл саладан диверсификацияны көрсеткен жоқ, толыққанды. Мысалы, Американың өзі электротехника бойынша озық мемлекет, бірақ үлкен деңгейдегі 2-3 нанометрлік микропроцессор бар Тайваньнан сатып алады. Қытай, Үндістанда көптеген мысалы тауар номенклатурасын шетелден сатып алады. Көрдіңіз бе? Бұл мәселеде диверсификацияның өзінде диверсификация және специализация деген ұғымды қосар едім. Мамандандыру. Өйткені 1-3-4 приоритетті салаға маманданбай, және сол сала негізінде дамымай, біз бүкіл саланы бірден дамыта алмаймыз. Оған ресурс та жоқ, оған және уақыт факторы да жетпейді бүкіл саланы бірдей дамытуға. Ал мұнайдың орнын баса ала ма деген сауалға қазір таңда ондай шаруалар атқарып жатыр. Полиэтилен, пропилен, бутадиен мұнай химия жобалары. Қазір химия сол салада. Бірақ айта кететін мәселе, бізде осындай ірі үлкен инвестициялық жобалар тек мұнайға қатысты болып отыр. Және екінші мәселе, бізде қазір мысалы екінші мұнай деп литий, кобальтты атап жүр. Біз мына қара мұнайдан шығып, екінші мұнай литийге назар аударайын деп жатырмыз. Ол да концепциялық тұрғыдан, ол да мен ойымша дұрыс концепция емес. Мен ойымша мұнайдың орнын баса алатын мәселе тек кешенді түрде электротехника, металлургияның өнімдері, химия саласы бойынша 3-4 саланы қарастыруымыз қажет. Тек бір сала бір мұнайды баса алмайды. Оны Эмиратта көрсетіп отыр, оны Катарда, Норвегияда көрсетіп отыр. Норвегияның мысалы инвестициялық қорын қарайтын болсақ, акциялар мен облигациялар түрлі салада. Мысалы Норвегия мұнайдың табысын тек мұнайға салған жоқ. Немесе мұнай химияға салған жоқ. Норвегияның акционерлік капиталын қарасаңыз, ішінде электротехникамен айналысатын, микропроцессор өндіретін компаниялар да бар. Көресіз бе, осындай мәселеге келгенде мұнайдың орнын
Енді қазіргі жағдайда ашық айту керек, бір мұнайдың орнын дәл сондай рентабельдігі бар бір сала баса алмайды. Біздің елімізде мысалы ауыл шаруашылығы бар Бірақ ғой. мұнайдың орнын бірнеше сала баса алады. Бірнеше сала басылады. Арман мырза, сіз бұнымен келісесіз бе? Негізі біздің елімізде осы әртараптандыру бойынша негізгі бағыты, басымдықты ауыл шаруашылығына бөлу көзделген еді, иә? Тіпті сіздің өзіңіз ол ауыл шаруашылығы вице-министрі болған кезде де бірқатар ірі агроөнеркәсіптік кешен жоспарлар қабылданған. Мысалы, содан бері бір қандай да нәтиже болды ма? Әрине. Енді мысал ретінде мына майлы дақылдар. Біз осыдан 20 жыл бұрын майлы мына сұйық майға тәуелді болғанбыз. Ресейден, басқа көрші елдерден алып, кәдімгідей импортпен әкеліп, оның әлгі бағасы да байланысты, оның жоқтығы, тапшылығы да байланысты. Соны арнайы мына майлы дақылдар кластерін сол кезде бастап, оған саясатты, субсидия саясатын, басқашаларды қолданып, заңнама, басқаларын реттеп, сөйтіп мына мотивация жасап, фермерлер және мына кәсіпкерлер, заводтар салынды. Мысалы, сол кезде бастағанда көп болса бізде 100 мың гектар майлы дақылдар болған. Қазір 3 миллион гектарға жуық. Біз толық өзімізді қамтамасыз етіп отырмыз және 50 шақты елге экспорт жасап жатырмыз. Әбден жақсы дамып келе жатыр. Оны ары қарай қарайтын болсақ, мысалы мұнай азайып бара жатса, келешекте мына биодизель деген өнім бар. Оны жасауға болады. Мынау биоэтанол дейміз. Мысалы, мұнайдың бағасы өссе, мысалы бүкіл әлемде не болып жатыр? Мына бүкіл биржаларда мынау қант қамысы, тростникті, мынау Бразилия, Америка, басқа Аргентина, Куба, басқа елдер көп мұнайдың бағасы өскен кезде мынау биоэтанолға бұрады. Сонда қайта өңдеп, кәдімгідей техникалық спиртті жасап, оны кәдімгі автокөліктердің бензиніне қосып, оны міндетті түрде 5%-дан кем емес заңнама қабылданған. Бізде мысалы ондай жоқ. Міне қазір барлығы енді рекордтық уражай алдық, міне қаншама бидай далада жатыр. Оны кезінде әлгі биохим деген, қазір биооперейшн деген заводты қосып жатыр. Бірақ та оған заңнама өзгертіп, бензинға міндетті түрде қосқызып биоэтанолды, немесе авиакеросин деп жатыр. Оған да бүкіл әлемде міндетті түрде қосылсын деп заңнама жасап жатыр. Бізде тағы да күтіп отырмыз, оны қарап отырмыз. Әйтпесе сол бидайды... Сіздер ұсындыңыздар ма негізі ол енгізуді? Әрине, ол технологиялар бәрі әбден бар, оны жасауға болады. Қаншама бидайды, экспортқа шығарылмай жатқан бидайды, мысалы биоэтанолға қайта өңдеп, өзімізді экология жағдайын жақсартып, мысалы Алматы, Астана, басқа қалалардың бензинға қоссақ, мысалы. Сонда мен келісемін толық. Сол мұнайға, газға байланып қалмай, басқа да салаларды біз дамытуымыз керек. Оның ішінде агроөнеркәсіп саласы өте күрделі, өте мүмкіншілігі көп. Оның потенциалы әлі дәбден ашылмаған, оны соған бет бұру керек деген ойлаймын. Енді қазір сызбаға қарайықшы, ұлттық статистика бюросы келтірген мәліметке сүйенсек, еліміздегі әртүрлі секторлардың ел экономикасындағы жалпы ішкі өнімдегі үлесі 90 жылдан 2024 жылы аралығында қалай өзгерген. Мәселен, өнеркәсіп 1990 жылы жалпы ішкі өнімдегі үлесі 20,5% болса, 2024 жылы 26,7%-ға артқан. Ал ауыл шаруашылығына мән беретін болсақ, 90 жылдар 34% болған екен. Қазіргі кезде 3,9% қана. Құрылыс саласы 12% және биыл 5,6%-ті көрсетіп отыр. Жалпы ішкі өнімдегі сауда үлесі 8,2% және биылғы жылы 18,2% екенін көреміз. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, ауыл шаруашылығының жалпы ішкі өнімдегі үлесі 90 жылмен салыстырғанда 10 есе төмендеп кеткен байқауға болады. Неге? Сонда сіз айтып жатқан жағы нәтижелер қайда ол?
Енді бұл жерде мынау экономистер оны жақсылап түсіндіріп береді. Бұл жерде мынау орысша айтқанда относительный измерение. Біз абсолюттік ретте есептейтін болсақ, онда әр сала өсті. Мына агроөнеркәсіп саласы өсіп жатқан кезде басқа салаларды өсіп жатыр ғой. Біз соның зерттегенде соның барлығын жан-жақты қарауымыз керек. Мына мәселе қосып айтатын болсам, 90-шы жылы статистикада жалпы ол кезде жалпы ішкі өнім Совет одағында енді методологиясы еніп жатқан кезең. Ол кезде өйткені Совет одағында жалпы ішкі өнім деген капиталистік әлемнің дүниесі деп оны көп басында қабылдаған жоқ. Ол перестройка кезеңінде шыққан Қазақстанға біртіндей бастаған дүние. Бұл жерде бағаларды айту керек. Жаңа әріптесіміз өте жақсы айтты, относительный индексный изменение деген бар. Егер сол кездегі сол өнеркәсіптің бағаларын Совет одағының бағаларымен қарайтын болса, және сол кездегі ауыл шаруашылық өнімдерінің бағаларын Совет одағының бағаларымен қарайтын болсақ, расымен бұл статистикасы дұрыс, 34%. Ал егер тура осыны егер біз әлемдік рынокқа шығаратын болсақ, жаһандық нарыққа кәдімгідей сол методология сәйкес, онда бұл 34% емес, енді бәрібір де Қазақстан қазіргі ауыл шаруашылығы Совет одағы кезінде ауыл шаруашылығы емес, оны мойындау керек. Бірақ бұндай 12 есе емес, шамамен 3-4 еседей төмендеуі мүмкін, бірақ одан артық емес. Құн мөлшерінде. Өйткені бұл жерде физический объем деген бар, сосын жаңа номинальный объем деген бар. Оны өзін есептеген кезде жаңа бағаның мөлшері өте жоғары. Мысалы, Қазақстан өзін айтамыз, мысалы, жалпы ішкі өніміміз өсті деп айтамыз, 4,4%-ке. Бірақ бұнда жалпы ішкі өнімнің есептеуінің 4 негізгі көрсеткіші бар. Бұл теңгеге шаққандағы жалпы ішкі өнім, екінші сатып алу қабілетіне шаққандағы жалпы ішкі өнім, немесе оны доллармен көрсетуге болады. Үшіншісі жаңағы доллармен номиналды өнім, төртіншісі нақты мөлшерде. Егер де инфляцияны шегеріп, дефлятор дейді, жалпы ішкі өнім дефляторын, жаңа бағалардың өзгеруін шегеріп тастағандағы нақты жалпы ішкі өнім деген бар. Және оның өзін сатып алу қабілеті бойынша дейді, паритет покупательной способности, оның номиналды мөлшері, нақты мөлшері деген бар. Көп оны есептеу методикасы. Әр қайсысын қарастыратын болсақ, волатильді, құбылмалығы жоғары. Сондықтан бұл жерде стандартизацияға енгізу қажет. Жалпы ішкі өнімді есептеген қажет, үлестік принциппен. Яғни ауыл шаруашылығы саласында нәтижелер болуы мүмкін, бірақ бұл есепте нақты алынбаған, көрсетілмеген. Енді мына бірқатар халықаралық ұйымдар арнайы зерттеу жүргізген екен. Сол кезде біздің еліміз, яғни Қазақстан экономиканы әртараптандыру деңгейімен ақша несие саясаты тиімділігі бойынша көптеген дамушы елдерден артта қалып жатыр деген қорытынды шығарыпты. Қуат мырза, сіздің ойыңызша бұл ақпарат расымен шындыққа жанаса ма? Біздің еліміз экономиканы әртараптандыру бойынша қандай деңгейде, көрші елдер не істеп жатыр? Саламатсыздар ма? Біріншіден, басқа елдерменен салыстырғанда өз еліміздегі болғанына әуелі бір осындай терең көзқарасымыз, ойларымыз қарауымыз керек. Себебі бүкіл экономикамыз мұнайға тәуелді болған бәрі ол анық. Ол қазіргі жаңалық емес. Есімізге салсақ, 10 жылда бұрын ол бір проблема болған деп сарапшылар айтатын. Сонда бірнеше үкіметтің жобалары қабылданған, ГПФИР сияқты осындай диверсификация жөніндегі бірнеше жобалар болатыны болды. Бірақ соның нәтижесі, жалпы мақсаты ол мұнайдан тым тәуелді болғаннан айырылу, басқа салаларды дамытуында болды. Енді біз соған өкінішке орай жетпегенімізге анық. Сонда неге сондай болғанына әуелі өзімізде түсінуіміз, қарауымыз керек. Себебі ол неге? Жалпы мен бұрын мысалы менеджмент ретінде бірнеше сертификаттарды алғанда олар айтты, өз қателерімізді, бұрынғы қателерімізді түсінбесек, жаңа жобаларды қабылдауда ешқандай мағынасы жоқ. Себебі не істемесек те ешқандай нәтижеге келмейді. Сонда бұрынғы осындай ГПФИР сияқты компаниялар неге бізді осындай көздеген нелерге әкелмеген түсінуіміз керек. Меніңше ең басты экономикамызда ол әрине бір саласына тым тәуелді болмай, мұнай секілді басқа салаларды дамытуымыз керек. Сіз мысалы өте жақсы айтыңыз, ауыл шаруашылығы туралы, ол 26%-дан
3 немесе 3%-ға дейін түскеніне, ол қалай болмаса да маңызды абсолюттік цифрлар емес. Маңызды ол жалпы экономикадағы үлесі. Сол мысалы қазір мұнай бізге мысалы 60-80%-ға дейін табысты қаражатымызды әкелсе, әрине бір 10 жылдың ішінде сол табысты 80 миллион тоннан 100-120 миллионға дейін көтерсек та, бәрібір жалпы табыс ретінде ол 50%-дан төмен түсу керек жалпы үлесі. Сол үшін ауыл шаруашылығын, басқа салаларды дамытуымыз керек, ол деген бәрі анық. 15 есімде жоқ, бір кезде Boston Consulting Group'тың сарапшылары келіп айтты, әрине сіздер бәрін дамыта алмайсыңдар, өздерінің Қазақстанның бір күшті салаларыңыз қандай, ең перспективті, көп ақша әкелетіңіз. Сонда олар, білмеймін, сол 4 ең перспективті салаларды жазған. Соның біреу туризм болды, бірақ ең үлкен мұнайдан кейін ол басқа литий бірнекелі сияқты, металлургия және ауыл шаруашылығы. Қастарымызда Қытай бар. Қытай 1 миллиардтан көп адам, соларға бүкіл ауыл шаруашылығы өнімдерін неге экспортқа жібермейміз? Неге сол ауыл шаруашылығымен қамтамасыз етпейміз? Сол мұнаймен салыстырғанда қайтадан егіп алуға жыл сайын алуға болады. Есімде бұрын Совет заманында бидайдың сатылымынан валютасы Қазақстанда мұнайдан көп болды. Солай болды ғой. Енді қазір неге ешқандай, мысалы мұнайға қарасақ, мұнаймен өте көп тәуекел болып жатыр, өздеріміз көріп жатырмыз. Мысалы биыл неге аз төмен түсіп қалғаны себебі 90% Ресей арқылы бара жатыр. Сонда тәуекелдері санкция бойынша тағы бірнеше, ол бәрібір өте тәуекелді болып жатыр. Ал Қытай мен Қазақстанның арасында ешқандай үшінші мемлекет жоқ. Сол Қытайға Қуат мырза, сіз мына бидай деп жақсы айтып қалдыңыз. Расында да біздің елімізде бидай өндірісі бойынша жаңа Арман мырза айтқандай да мүмкіндігіміз өте зор, әлеуетіміз керемет. Сол енді қара алтын орнын сары алтынға ауыстыру мүмкіндігі бар ма бізде? Әрине, істеліп жатыр. Оны мысалы жаңа айттық қой, оны біріншіден жай әлгі бидаймен сатпай, оны қайта өңдеу керек. Одан неше түрлі, глютен деген бар, манағы әлгі биоэтанол дейміз. Және басқа дақылдарды енді бидайды экспортқа шығарылмасақ, оны қайта өңдеп сата алмасақ, онда мал бар, мал дақылдарын біз көлемін көбейтуіміз керек. Мал деген ол тірі завод емес пе, қайта өңдейтін. Сол конверсия жасап, сол мал азығын конверсия жасап, оны мал шаруашылығы өнімдері сүт пе, сүттің қаншама қайта өңдеп шығаратын заттары бар, еттің қаншама мүмкіншіліктері бар. Және ары қарай оның бәрін дамытсақ, биотехнологияларды қолдансақ, міне айтып отыр ғой, мысалы Қытай елдерін, басқа елдердің бәрін қамтамасыз ету керек. Мысалы қант. Біз 500 мың тонна қантты импортпен сатып алып отырмыз. Оның ішінде 300 мың тонна Ресей, 200 мың тонна Бразилия мен Куба. Бірақ біз өзіміз жанымыздағы 2 миллион тонналық нарық бар қантпен. Біз толық өзімізді қамтамасыз ете аламыз, бірақ оған біздің саяси және олигополиялардың қызығушылықтарымен кедергі болып тұр, оны өзімізге дамытпай тұрмыз. Мысалы 15 жыл бойы қант қызылшасын біз оңтүстікте емес, солтүстікте өсірейік деп қаншама айтып жатырмыз, оны ешкім құлақ салып жатқан жоқ, мысалы. Ол толық мүмкіншілік бар. Міне біздің шетелдегі, Ресейдегі, Алтай, Татарстан, Башкирия барлығы міне қант қызылшасын өндіріп жатыр. 2,5 миллион тонна құрттай жоқ Башқұртстан биыл алып, 2 заводына салып өндіріп жатыр. Біз неге соны жасамасқа? Бұл жерде мен бүкіл спикерлердің айтқанымен қосылам. Бұл жерде диверсификацияға қатысты келген кезде бір мәселені ескеру қажет. Біріншісі, мемлекет деңгейінде диверсификация бар. Екінші, ауылдан, аймақ тұрғысындағы диверсификация бар. Үшіншісі, саланың ішіндегі диверсификация бар. Әрқайсысына мысал келтіруге болады. Мемлекет бойынша диверсификация келетін болсақ, мәселе бай мемлекеттерде де, кедей мемлекеттерде де бар диверсификация бойынша мәселелер. Мысалы, Тайвань.
микропроцессор, чип, электротехника өндірісі бойынша маманданған, бірақ басқа салалар салыстырмалы түрде өзінің әсері бойынша микропроцессорға жетпей отыр. Ал қазір Қытай мен Америка арасында шиеленіске байланысты ол мемлекет басқа нарықтарды, басқа өзінің заводтар, фабрикаларын орналасу жерін өзгертіп тұруға көптеген кешенді шаралар қабылдап жатыр. Бұл мемлекет деңгейіндегі диверсификация. Екінші, аймақ. Мысалы, Америка құрама штаттарын өзін алатын болсақ, Калифорния штаты бар, сосын Техас штаты бар. Калифорния штатында электротехника, қызмет көрсету саласында. Бірақ басқа салалар дамыту бойынша оларда да проблемалар көтеріп жатыр сарапшылар, біздер секілді. Техас штатына келетін болсақ, мұнай газа химия саласы бойынша оларда да осындай қызу талқылаулар түсіп жатыр. Ал үшінші сала ішіндегі, мысалы, Францияның энергетикалық саласын алайық. Францияның энергетикалық саласының 70% атом электростанция бар. Норвегияның энергетикасының 70% су гидроэлектростанция бар. Ирландияда гидротермалды электростанция бар. Аталған мемлекет, оның ішінен сала ішінен сарапшылар талқылап жатыр. Бір жаңағы қызмет немесе тауар түрінен екінші қызмет тауар түріне өту немесе кешен түрде қалай қолдануға болады деп оларда да қызу талқылау түсіп жатыр. Сондықтан диверсификация деген проблема ол толыққанды ешбір мемлекетте әлі күнге дейін толыққанды шешілген емес. Міне біз айта алмаймыз осындай методология бойынша мына мемлекет толыққанды диверсификацияланған, мына мемлекет толыққанды диверсификацияланбаған деп айта алмаймыз. Бірақ енді туризмді дамытып отырған мысалы мемлекеттер Біріккен Араб Әмірліктері бар, Грузия бар. Екінші мәселе туындайды. Бәрібір де мемлекеттерді өзара салыстыру керек. Қай мемлекетте шамамен экономикалық құрылым бойынша оңтайлы құрылымға жеттікен деп. Осы орайда Америкада көптеген экономистер, әсіресе Чикаго мектебінің экономистері экономикалық күрделілік индексі дегенді шығарған. Индекс экономической сложности деп аталады. Аталған индексті қарайтын болсақ, шағын мемлекеттер, Дания, Люксембург секілді, Финляндия секілді шағын мемлекеттер алдыңғы қатарға отырды. Ондықта Америка бар. Сосын ортаңғы позицияларда Қытай бар. Мысалы, аталған индексті қарайтын болсақ. Сондықтан да көп жағдайда аталған индекс қазір таңда белгілі бір түрде экономикалық диверсификацияның бір индикатор ретінде қарастырып жатады. Бірақ аталған саланың өзінде де күрделілік дегенде де өзінің астарында нюанстар бар. Неге? Біз мысалы 20 ғасырдың соңындағы нәрсе, 20 ғасырдың соңында шыққан мысалы iPhone телефоны, мысалы телефондары сол кезде сол заманға күрделі болуы мүмкін, сол заманға сай диверсификация болуы мүмкін, бірақ қазіргі заманға келгенде ол диверсификация болмауы мүмкін. Көресіз бе? Осындай да астарында детальдар бар, нюанстар. Сондықтан диверсификация деген күрделі мәселе. Оның жіктелімі бар, оның өзінің құрылымы бар, оның өзінің анықтамасы бар, есептеу методологиясы бар. Сондықтан ол бай мемлекетте де, кедей мемлекетте де, дамығанда да, дамушыда да бар. Бұл проблема. Бірақ әрине Қазақстан жағдайына келгенде диверсификация деген астарында бір сауал, ол мұнай мен пайдалы қазбаларды тек өндірудің орнына басқа салаларға өңдеу өнеркәсібіне инвестиция салып, соны дамытуға қарастырылады біздің жағдайда. Айтпақ ойым осы. Рахмет. Енді жаңа өзге мемлекеттерді бар өнімді өндіру арқылы басқа өнім шығаруға мән беріп жатыр дедіңіз. Сол бойынша қазір мұнай бойынша талқылаймыз. Оған дейін көрерменіміздің сауалын тыңдап алсақ, сәлеметсіз бе? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе, сізді тыңдап тұрмыз? Иә, сәлеметсіз бе? Иә, сізді тыңдап тұрмыз. Иә, мен айтайын деп отқан сіздердің жаңағы нелеріңізді көріп отырмда, мен ішім ашып отыр бүткіл. Бірінші, мына бүткіл мұнай дейсіздер, иә? Бүткіл далаға кетіп жатыр. Шетелдіктер қызығын көріп жатыр мысалға. Біздің соны қадағаламай. Біздің Қазақстанымыз өспейді. Газ болсын, нефті болсын, бензин болсын, соның барлығы халыққа қызмет істеу керек. Халықтың қорына келіп түсу керек. Ал оның бәрі далаға кетіп жатыр. Сіздер мына ауыл шаруашылығын көтерем дейсіздер, ол ауыл шаруашылығы көтермейді. Оның бәрін реттемек. Өйткені 1 литр солясының өзі 300 теңге. Қаяқтан көтерілсін мысалға. Сіздер өздеріңіз ойлап көріңіздер. Екінші, мысалға жаңағы полияда жатқан қызылшаның өзін ойлаңыз. Жаңағы ненің өзін ойлаңыз, жаңағы полиядағы жатқан біздің астықтың өзін ойлаңыз. Солардың бәріне завод, фабрика ашу керек мысалға. Оның бәріне ақша керек. Ойланып келген кезде сіздер ұлттық қордағы пенсионердің ақшасына жабысасыздар.
ол бола ма, болмайды ғой. Иә, сіздің ойыңыз түсінікті. Түсінікті. Иә, сондықтан нефтіні далаға жібермей, газды, бензинді сол өкімет өзінің қарамағына алу керек. Тұтас. Яғни сізден нақты ұсыныс осы экономикамыздың негізгі драйвері саналатын қара алтынды қолға алу керек дейсіз. Жаңа сіз, хабарласқаныңызға рахмет. Сіздің пікіріңізге қатысты Нұрлан мырза ой білдіргісі келетін сияқты, жаңа қолыңызды көтеріп отырыңыз. Нұрлан мырза. Жалпы айтатын деген көп негізі біздің халқымыз мұнайдан қорқады. Бірақ енді мұнай деген негізі экономиканың драйвері ғой. Мысалы, экспорттық 40 миллиард доллар алып келетін ол мұнай. Кемінде 10 миллиард доллар салық төлейтін ол мұнай. Егер мұнай газ саласын қарайтын болсаңыз, 60 мың тікелей, 60 мың адам жұмыс істейді, орташа жалақы 1,5 миллион теңге. Қандай сала осындай 60 мың адамға осындай жалақы төлейді? Ешқандай сектор экономики ондай жалақы қазіргі таңда төлеп жатқан жоқ. Ауыл шаруашылығы дейміз. Ауыл шаруашылығы негізі мемлекет тарапынан субсидияландырылады. Жыл сайын 100 миллиард теңге беріледі. Литий дейміз, ал литий қоры белгісіз, оның бағасы қандай болады? Оның экономикалық түрде тиімді ма оны өндіру? Ал енді айтып жатыр басқа сарапшы Қытай арқылы. Егер Қытайды тап екіге бөлсеңіз, батыс пен шығыс. Шығыс Қытайда 90% адамдар тұрады. Ал батыс жағында тек қана 10%. Батыс Қытайға мысалы біздің мұнай керек емес. Қазіргі таңда мысалы Қытай өзінің мұнайын дайын құбыр арқылы айдамайды. Қазақстан Қытай құбыры. Ол Африканы айналып танкерлермен жеткізеді. Өйткені оларға батыс жағында керек болып отыр мұнай. Жалпы қазіргі таңда енді айтып отыр ғой. Жергілікті нарықта бензин, дизель отынның бағасы 2 есе төмен экспортқа қарағанда. Енді көбісі айтады, мұнайды экспорттамай жергілікті нарықта өңдеп сатайық дейді. Кімге сатасыз? Ешкімге керек емес. Мысалы, Ресейде 30% төмен. Қырғызстанда, Өзбекстанда бір 50-60%-ға төмен, бірақ енді ол Европаның бағасымен сатылмайды ғой, бензин мен дизель отыны. Ал сіз Европаға тасымалдау үшін оны жарты бағасы кетеді. Мысалы айтайын, Атыраудан Алматыға дейін ЖД цистерна мен бензин, дизель отынын тасымалдайтын болсаңыз, сіз тоннасына $100 төлейсіз. Ал дайын мұнайды Атыраудан Ресейдің КТК терминалына тасымалдайтын болсаңыз, тоннасына $38 төлейсіз. Енді экономика енді қайда жатыр? Мысалы осы газ айтайық, пропан, бутан, дизель, осының барлығын мұнай газ компаниялары қазіргі таңда өз қалталарынан субсидия жасап отыр. Мемлекет емес ол. Мұнай газ компаниялары қосымша табыс тауып атқан жоқ. Мемлекет ұсынған төмен бағамен жергілікті нарыққа сатып отыр. Енді негізі мен айтайын, мұнай ол енді не емес ол. Мұнай ол бізге Алланың берген қазынасы. Оны негізі біз қазіргі таңда дұрыс қолдануымыз керек. Норвегия сияқты. Мысалы, ұлттық қор ба? Ұлттық қор. Осы 9 айдың ішінде ұлттық қор инвестициялық табыс көлемі 2,6 триллион теңге болды. Бұл деген өте жақсы. Сол үшін ұлттық қорды дұрыс игеру керек. Норвегия сияқты, сонда жыл сайын бір кемінде 6-8% табыс болып жатса, бұл біздің экономикаға деген үлкен үлесіміз болады. Енді қазіргі кезде ол табыстың барлығы осы мұнайдың арқасында түсіп отыр ғой. Салық та болса 40-50% мұнайдан түсетінін білеміз. Асылбек мырза, әріптесіңіз айтып отырған жаңағына мұнай газ қосымша табыс тауып отырған жоқ деп отырған компаниялар туралы айтып жатқан пікірмен келісесіз бе? Енді бір жағынан қараңыз, ағай ойшылар айтып кетті, ашу дұрыс, бір жағынан айтып жатыр, мұнай газ саласы, мұнай газ басқа қайда салалар, агроөнеркәсіп саласы бар, химия, тағы да басқа. Бірақ та мен толық Нұрланның келген бір салада істегенімді кейін менің ұстаным сондай. Қараңыз, біріншіден
жалпы республиканың бюджетінің көлемі ол мысалы 40% мұнай газдан келеді біріншіден. Екінші, жалпы бүкіл ішкі өнімнің үлесі мұнай газ сала 30% құрады. Ол не дегенше? Ол біріншіден мұнай газ саласы Қазақстанның экономиканың негізі деген сөз. Әрине ол осы ақша мысалы айтып жатыр ғой, 100 миллион, мысалы 90 миллион тонна, мысалы 23 жылдың ішінде сол 90 миллион тонна экспорттаған Қазақстан мұнай. Ол не деген сөз? Ол осы ақша, мұнайның ақшасы жалпы айтқанда кірісі ғой. Басқа сала, үкімет сол басқа салаға жіберді инвестиция. Ол агроөнеркәсіп болсын ба, мұнай химия саласы болсын, тағы да басқа салалар. Енді менің ойымша, ол тек қазір айтуға да болады, мысалы, мұнай газ саласы көптеген мәселелер бар, бір сол салаға тәуелдіміз, бірақ та бақытымызға орай бізде шикізат көп. Оны пайдалану керек, тиімді индустрияны дамыту керек. Қазір үкімет не істеп жатыр? Әрине үкімет түсініп жатыр, сізде біз осыны айтып кеттік, 40 жылдың ішінде мұнай бітеді. Болашақта Қазақстан не істейді? Келесі мысалы халық не істейді деген сөз. Ол Қазақстанда мысалы мұнай газ химия өндірісті саланы дамытып жатыр. Қараңыз, Қазақстанда мына осы әріптесім айтып кетті, бір 10 миллиард долларға бірнеше жобалар үкімет дамытып жатыр. Шетел инвесторлар. Ол жалпы енді Ресейдің инвесторлар, қазір полиэтилен жобасы бар, 7 миллиард, бутадиен жоба бар, 1 миллиард жоба. Ол бәрі Атырау облыста орналасқан жобалар. Бірақ та осы жобалар басқа салаға әрине әсерін тигізеді. Ол мұнай химия болсын ба, көлік саласы болсын. Сондықтан менің ойымша, оны Нұрлан жақсы айтып кетті, қорқау керекпіз. Ары қарай мұнай газ салаға негізі болғаннан соң осы салаға дамыту керекпіз болашақ. Қосымша сол инвестиция басқа салаларға жіберуге болады. Агроөнеркәсіп болсын ба, химия сала болсын ба, әлеуметтік инфрақұрылымды бәрі дамытуға болады. Келе жатыр, жалпы сіз мұнай саласындағы мәселелерді айтып қалдыңыз, иә? Оны үкіметтегілер де, депутаттар да бірнеше рет көтеріп айтып жүр. Бірақ соған қарамастан осы мұнай саласындағы проблемалардан жетерлік. Оны тілшіміз Қаламқас Нысанбай назарына алып көрді. Қазір бізге тарқатып айтып беруге дайын. Мұнай өндіру ел экономикасының өзегі. Соңғы 34 жыл ішінде 2 миллиардқа жуық қара алтын шығарылған. Қазір жер қойнауында 4 миллиард тоннаға жуық қор бар. Жалпы мамандар мұны позитивті тұрғыда қарағанның өзінде алдағы 30-40 жылда бітеді деген болжам жасап отыр. Ресми дерекке сүйенсек, жалпы 2018-2019 жылдары көп өндірілген. Ал биылғы көрсеткіш төмен. Мұны энергетика министрі Алмасадам Сатқалиевтің өзі мойындап, үкіметте баяндама жасады. Елде мұнай өндіру қарқыны былтырғы жылға көрсеткішпен салыстырғанда 2%-ға азайғанын айтты. Оның себебін министр кен орындарындағы жөндеу жұмыстарымен түсіндірді. Сатқалиевтің айтуынша Қазақстан өндіру жоспарын қайта қарауы мүмкін. Былтыр 82-де 2 миллион тонна мұнай мен конденсат шығарылса, биыл 80-5 миллион тонна ғана. Қарашығанақ жобасының көрсеткіші 11,1 миллион тоннаны, немесе өткен жылдан сәйкес кезеңмен салыстырғанда 109%-ды құрады. Өткен жылмен салыстырғанда өндіру деңгейінің төмендеуіне 24 жылы ірі кен орындарында күрделі жөндеулер жүргізу әсер етті. Мұнай Қазақстанға тиесілі екені даусыз, бірақ оны мемлекет өзі өңдеп тікелей сатпайды. Оны өндіру, өңдеу үшін инвесторларға, жеке және ұлттық компанияларға құқық берілген. Компаниялар саны шамамен 160-тан асады, 70-тен астамы әзірге барлау деңгейінде жұмыс істейді, ал қалған мұнай өндірісімен тікелей 93 компания айналысады. Қазақстан мұнайының басым бөлігі Ақтөбе, Қызылорда, Батыс Қазақстан облысы, Атырау және Маңғыстау облыстарында шоғырланған. Оның ішінде қара алтынның күре тамыры Атырауда. Елде өндірілетін барлық мұнайдың 56%-ы сол жерден шығады. Одан кейін мұнайдың ең көп көлемі Маңғыстау мен Батыс Қазақстан облысында бар. Ал Қызылордадағы мұнай өндірісі соңғы 12 жылда 3 есе азайып кеткен.
три ведущие компании, вы услышите нас тоже, что мир изменился. Вы четко считаете, что там будет через 20 лет, когда у нас нефть закончится, салам алейкум, саубалздар, мы пошли, да? Не принимает сегодня народ это. Каждый из вас в своем вопросе ответил, у меня акционеры есть, но кто из вас за 30 лет подумал о том, чтобы нарастить переработку нефти? С этим полипропиленом сколько лет у нас правительство работало? Но это мы говорим от имени людей, потому что нам нужно нарастить экономику. Ұлттық банк мұнай бағасына қатысты болжамын жариялады. Биылғы базалық сценарий бойынша мұнай бағасы $80 деңгейінде тұрақталады деп күтіледі. Бірақ алдағы 2 жылда қара алтын бағасы барреліне $70 түседі. Жалпы елдегі мұнайдың 30%-ын ақш, 30%-ын Қазақстан, 17%-ын Еуропа компаниялары өндіреді. Қытай мен Ресейдің үлесі едәуір аз. Осы ретте депутаттар экспорт бақылаусыз, есепсіз жүріп жатқанына алаңдаулы. Бұл мәселені тек ұлттық компания құру арқылы шешуге болады деген пікірде. Бізде мұнай өндіретін ұлттық компания бар, мұнайды тасымалдайтын ұлттық компания бар, ал мұнайды саудалайтын неге ұлттық компания бірегей оператор болмау керек. Осы тұрғыда егер үкіметтің тарапынан ұсыныс болатын болса, біз болу керек деп ойлаймын. Осы ұлттық оператор құру жөніндегі ұсыныстарды парламент қарап заңдастырып береді деген сенімдемін. Басқа елдер мұнайды шикізат күйінде емес, дайын өнім ретінде тасымалдауды қолға алған. Тіпті қара алтыны жоқ мемлекеттерде осыны пайдаланады. Ал біз жерден шыққан байлықты сол күйінде сыртқа тасуға асықпыз. Бұл әсіресе 3 ірі компания теңіз, қашаған, қарашығанаққа қатысты. Олар ішкі нарыққа бір тамшы бермей шетелге тасыды. Абзал Құспан парламентке арнайы ат басын бұрған алпауыт компания басшыларынан елге қалдыратын ойлары бар ма деп сұраған. Бәрі бір ауыздан акционерлермен ақылдасу керек деп жауап берген. Алайда депутаттар бұл жауапқа көңілдері толмаған. Өкініштісі 30 жылда ешқандай зерттеу барлау жұмыстарын жүргізбедік, әупірімдеп бір кен орнын ғана аштық дейді мамандар. Мынау барлау жұмыстарына байланысты жасалып отырған жұмыстар өте мардымсыз. 2024-2030 жылдарда $5 миллиард қаралып отыр барлау жұмысына. Ол деген сөз жылына $1 миллиард жетпейтін ғана қаржы жұмсалады деген сөз. Ол түкке тұрмайтын қаржы. Жаз айында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы жариялаған статистикалық мәліметке сүйенсек, соңғы 10 жылда Қазақстанда геологиялық барлау барынша құлдыраған. 1913 жылғы деңгейге түсіп кеткен. Билік мұнайдың жаңа кеніштерін табуға енді ден қойып жатыр. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін Қытайдың ресурсы мен мамандарына ек артып отқан сыңайлы. Себебі елдегі ұлттық компания мен қытайлық компания геологиялық бақылау саласына ынтымақтастықты тағы кеңейтпек. Яғни Қытай компаниялары қазақ жерінен мұнай іздейді. Қаламқас Нысанбай, Михаил Казначеев, Атамекен бизнес. Біз әлде шетелге қарап отырған кезде шетелдіктерге біздің экономикамыз, яғни мұнайға тәуелділіктен әлде арылмайтын сияқты. Бірақ салада мәселе өте көп. 10 жылдан кейін егер мұнай таусылатын болса, онда ауыл шаруашылығы осы саланы басуға дайын ба? Экономиканы көтере ала ма? Бұл өте жақсы сұрақ. Мен манағы тыңдарман азамат қойған сұрақпен пікірмен толық келісемін. Көрерменнің пікірмен. Иә, жаңа сұрақ қойды ғой. Шынында да біз мына қазіргі Алла тағала берген бізге мұнай, газ, басқа байлықты, жер астындағы байлықты, оны біз жақсылап қолданып, мүмкіншілік болғанша өзіміз қайта өңдеп, одан 10 жыл бола ма, 20 жыл бола ма, 40 жыл бола ма, оны әбден жақсылап пайдаланып, басқа экономика салаларына біз инвестиция жасауымыз керек, өзіміз мемлекет болып. Соның ішінде тек қана ауыл шаруашылығы емес, басқа да жаңа мамандар айтып жатыр ғой. Нефтехимия бар, углехимия деген бар, көмірді қайта өңдеп, одан да біраз зат шығаруға болады. Оны мамандар біледі. Манағы әлгі жер қойнауындағы бар литий басқалары, редкоземельный металдар, оның бәрін жасатуға болады. Мысалы, қазір әлгі
искусственный интеллект деп жатырмыз, қанша әлгі компьютер, суперкомпьютерлер, оның барлығына мына энергетика, цифровизация, автоматизация, оның барлығына мына электроэнергетиканың енді мүмкіншілігін біз қолдануымыз керек. Ол жер астында бар. Соның бәрін шығарып, ішкі нарыққа, сыртқы нарыққа шығарып, оған маман керек, оған білім керек, компетенция керек, технологиялар керек. Сондықтан мына кластерлік саясат бар, кластерлік тәсіл бар, подход бар. Соны әбден қолдануымыз керек. Оны әлгі кезінде Майкл Портер келіп, әбден бізде жасаймыз деген, бірақ оған әлгі жай сөзбен жасадық, қағаз жүзінде жасадық, бірақ іс жүзінде оны атқара алмадық дұрыстап. Оның потенциалын ашқанымыз жоқ мына кластерлік подходтың. Сондықтан меніңше міне жаңа экономика министрлігі ауысып жатыр. Соның барлығын міне мән бөліп, мамандарды, эксперттерді жинап, енді сөйтіп жасамасақ, әйтпесе мына бәрі сөзбен қалады осылай барлығы. Соңғы сұрақ, ел экономикасы мұнайсыз өмірге дайын ба? Қысқа ғана жауап берсеңіз. Мен ойымша, енді қазіргі ретте алатын болсақ, мұнайсыз өмір деген елестету да қиын қазіргі жағдайда. Бірақ 20-30 жана 40 жылдық эксперттер айтқан оймен келісемін. Аталған периодта нақты іс-шаралар атқару жағдайда болса, бірнеше салаларға инвестиция бөлініп, тиімді болса, әрине мұнайсыз өмір сүруге болады. Мысалы, эксперт айтады, тас дәуірі тас аяқталған жоқ деп. Сол секілді мұнай дәуірі мұнай бітумен аяқталмайды. Басқа технологиялық заманға өтумен. Жақсы, студиямызға келгендеріңізге алғысымды білдірем. Тура 10 минуттан кейін дәл осы тақырып дневной форматта талқыланады. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік.